Мысалы, мешітке келіп, ұстаздардың айтылған уағыздарын тыңдап, аяттарын тыңдап, қараңыздар. Құранның аяттарын негізі отырып тұрып тыңдаса жақсырақ болады деді бауырымыз. Сол қарап отырсаңыз, нешеде бес кеткен емес. Өзім айта беремін. Құранның аяттарын пайғамбарымыз саллаллаху тыңдау арқылы не істеді? Сахабалары жүректері тазарды. Жүректері тазарды ма? Демек қараңыз, құрметті жан. Бұл жүрек тазалығы келді ғой, Аллаға шүкір, келдік. Енді біз мешіт өмір бойы мешіттің ішінде жүруіміз шарт емес. Қоғамның сыртына қарай шығамыз. Қоғамның сыртына қарай шығамыз, әртүрлі мамандықпен жұмыс істейміз. Мейлі таксист болайық, мейлі курьер болайық, мейлі госслужащий болайық, мейлі полицейский болайық, врач болайық, мұғалім болайық, инженер болайық, сантехник болайық. Біз соған сәйкес сыртқа шыққан кезде біздің нұрланған жүрегіміз иншалла Құран-ы Кәрим аяттарын тыңдаған. Қараңыздар, Құран-ы Кәримнің аяттарын ықыласпен тыңдаған. Ықылассыз тыңдаған тәкаппар емес, ықылассыз тыңдаған тәкаппарлар бар. Ықыласпен тыңдаған мен бауыр, соған сәйкес басқа мамандықта соған сәйкес соның көрініс табады да. Яғни сантехник болма, жұмысын дұрыс жұмыс істейді. Полицейский болма, соған сәйкес өзінің гражданский қызметін, қоғамдық тәртіп сақтау байланысты мәселесін дұрыс сақтайды. Медик болды ма, шын ауырып келіп тұрған адамға, кез келген адам болсын, соған көмектеседі. Мұғалім болды ма, оқушысын, балаларын алады, жақсылап сабақ беретін қылады. Әр уақытта болашақта бір жақсы тұлғалар болды. Сол сияқты бүкіл салада көрініс табады. Сол арқылы ғана қоғам түзеледі. Бұл жерде көбісі айтады, ой, басшы түзелмесе барлық бесполезно деп отырып, жаңағы социальный сеттерде негатив комментарий жазуға мықты, жақсы, ол мен айтпаймын, жауапкершілік басшылар дұрыс болу керек. Бірақ сен оның қол астындағы адам, сен жаңағы бір кез келген мекемеде болсын, жұмыс істейтін, сен ұрысың ғой. Сен ұры екенді мойындамайсың. Реті келсе сен де ұрлаған келеді. Тек отырып аласың, жамандай бересің, кез келген басшыға барып, негізі жұмысында болсын, басшыға барып, шын ықыласпенен, таза жүрекпенен барып насихат айтсаң, кез келген басшы қояды да, субханалла. Жоқ, отырып алып, бөлмеңде отырып аласың, немесе кухняға кіріп аласың, әйелінің қасында, газовый плитаның қасында отырып, дастарханның басында саси бересің. Жоқ, қоғамға шық, айт. Бауырым, таза жұмыс істе деп айту керекпіз. Барып әке-шешені боқта деп жатқан жоқ, құрметті жамағат. Немесе қол аяғыңды жұдырығын жұмса деп жатқан жоқпыз. Әлгі кез келген мамандық иесіне барып айт, бауырым, сен жұмысыңды дұрыс істесейші, адал істе деп айту керекпіз. Бұл дұрыс емес қой, сен өз хақыңды, басқа біреудің хақын жеп жатсың деп айту керекпіз. Болды. Сағаттап уағыз айтудың қажеті жоқ. Міне осы ғана шамалы ғана сөз дұрыстап ықыласпен айтылса, кез келген адамға, кез келген қызмет жаңағы біреулерге зұлымдық қылып жатқан адам болсын, әлгі адамдар Алланың құдіретімен иншалла түзеліп қойып кетуі мүмкін да. Яғни сіздің жұма күнгі немесе жұмадан басқа күндері мешітте айтылған Құран аяттарын тыңдай отырып, сіз жүрегіңізге сіңіре отырып, соған сәйкес нұрын басқаларға бөлістіңіз. Сізде сол арқылы, иншалла, қарапайым ғана мысалы айтайық, хадистерде келеді, жолдың бойында жатқан бір тасты тікенекте алып тастау арқылы адам жәннатқа кіріп кетуі мүмкін дейді. Мысалы, үлкен трассаның бойында бір сонда кедергі болып тұрған, сен соны ғана салдың. Шариғат бойда міндетті түрде адамдардың бәрі мешіт салсын деген жері жоқ. Шамаң жете сал, дұрыс. Бірақ та сіз Аллаға иман келтіріп отырсыз. Ай, мына қазір мына бір асфальт немесе мына бір құдықтың бетіндегі колодец крышкасы жоғалып кетіпті, біреу ұрлап кетіпті, орнын белгілеп қояйын. Немесе мына бір жерде зат бір тал құлайын тұр екен, мынау ертең адамдарға аварияға түсіп кетер-ау деген сенімменен Алладан қорқады. Қараңыз, біреудің приказымен емес. Аллаға сене отырып, соған сәйкес бір белгілеп қойсаңыз, немесе шамаңыз жетпесе қасыңызға адамдар шақырсаңыз, шамаңыз жетпесе басқа соған сәйкес служба болсын, әртүрлі жаңағы госслужащий басқаларға айтып, мынаны бір істетсеңіз, о, машалла, сіздің сағаттап айтып, біреулердің алдында кейбір кезде жаңа уағыз айтқаннан әлде қайда мың есе пайда болуы мүмкін да. Кейбір адамдар бар ғой, сағаттап тұрып уағыз айту керексің дейді. Жоқ, уағыз айтатынды кімге қалдыру керек? Уағыз айтатын деген мешітте істейтін қызметкерлер, оның ішіндегі имамдар мен ұстаздарға қалдыру керекпіз. Уағызды айта оны уағызды жамағаттың бәрі айтсын деген жер жоқ. Мысалы, сіз қарапайым ғана социальный сетте отырып, бір ғұламалардың, ұстаздардың айтқан сөздерін перепост қылып, лайк баса отырып, комментарийде бөліссеңіз, бұның өзі де үлкен сауап та. Сіздің жүрегіңіздің таза екендігі. Көбісі қорқақ қой еркектер қазір. Еркектер көбісі қорқақ. Былай физически барлығы бар адам, бірақ көбісі рухани қорқақ. Оны мойындамайды просто олар. Қорқақ.
Дүние мәселесінен қазір жұмысыңа, айлыңа зиян жетесіз, бәрі желішіп кетеді. Ал бірақ бір руының атын шығару, акабасын немесе баласына қызмет алу керек болса, онда бөлдізер сияқты басады. Ал бір ақиқат сөз айту, немесе жаңағы осындай басқа адамдардың көзін ашуға байланысты, басқа адамдардың жүрегін, өлген жүректерді ояту үшін бір бөлсе, перепост қылсаң, желішіп кетеді да. Сол себепті құрметті жамағат, бұл жүректің таза болуы, бұл біздің өмір бойғы жүретін біздің күресіміз. Ол тек қана мен намаз оқи бастаған жыл сол жыл тазалап алдым, болды бір 10 жылға 5 жылға жетеді деген жер жоқ. Сіз өмір бойы шынайы жүрек болсын, әр уақытта тазалану керексіз, әр уақытта тыңдау керексіз. Шаман білмесе ұстаздардың, имамдардың, ғұламалардың көбірек уағызын тыңдап, көбірек ықыласпен айтылған уағызды қараңыздар. Ықыласпен айтылған уағызды ықыласпен, жүрекпен тыңдау керек. Ықыласпен айтылған уағызды тек қана құлақпен тыңдайтын болсаңыз, өкінішке орай Құрандағы көптеген кәпірлердің мысалы сондай еді. Оларда жүректер бар, бірақ олар көрмейді дейді. Құлақтар бар, естімейді дейді. Көздері бар, көрмейді деп тұрды. Мына сіздердің мешітте отырып Құран аяттарын тыңдауға шамасы келмеген көздеріңіз, құлақтарыңыз, жүректеріңіз қиямет күні сізге қарсы дәлел болуы мүмкін, құрметті жамағат. Сол себепті таза жүрек барлығымызға керек, кім болсаң, о болсаң керек. Бұл бәрімізге керек. Президентке керек, муфтиға керек, имамға керек, ұстазға керек, таксистке керек, анаусында бәрі жер бетінде қандай мамандықтар бәріне керек. Не барынша таза жүрек болған сайын, таза жүрек ықыласпен бір-бірінен қоғамдық араларымызда көбірек көрініс тапқан сайын, ол қоғам дәл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уақытында сахабалардай болмағанмен де солардың дәрежесіне жететіндей қоғам болуы мүмкін. Міндетті түрде көбісі ойлайтын шығар, мұсылман болу үшін Мекке мен Мединеде өмір сүру керек. Жоқ, Аллаға сансыз шүкір деп айтамыз кейбір кезде. Мекке мен Мединеде тұру парыз етілмегеніне. Онда мұсылмандардың көбісі сен тұрған қалаңды, ауылыңды, көшеңді, елді мекеніңді, республикаңды, облысыңды не істеу керексің? Мекке мен Мединеге айналдыру керексің. Ол немен ғана айналады? Ол сіздің шынайы жүректен шыққан иманыңыздың сыртқы көрінісіңізбен, сіздің амалдарыңызбен ғана алады. Тек қана сөзіңізбен емес, амалдарыңызбен. Сол себепті құрметті жамағат, біздердің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай осындай шынайы мұсылмандарымыздың қатарынан қылсын, шынайы мүмин мұсылмандардың, тақуа мұсылмандардың. Тәкаппар мұсылмандарды Алла Тағала біздердің арамыздан әр уақытта тазаласын. Тәкаппар мұсылман бауырларымыз болса, олар тәкаппарлығын тәуба етсін. Тәкаппар болсын, көре алмаушы болсын, көзбояушылық қылатын, рия қылатын бауырларымызды Аллах Тағала өзі тәрбиелеп қойсын. Вақулу қаулия астағфиралли ва ли'аматил муслимин субхана бихамдика ашһаду ан ла астағфирука ва атубу илейк. Раббана ла таджална фитнатал қауми залимин ва наджина бирахматика минал қаумил кафирин. Я муқаллибал қулуб саббит қулубана ала диника я мусаррифал қулуб сарриф қулубана ала туатик. Аллахумма инна нас'алука худа ва туқа вал афафа вал гина. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.